өздерінің жұмыстарын атына чешмесі танымаймын ғой. Бандитсың мен үш едім. Ассалаумағалейкум барша қазақ елі. Бүгінгі сапарымды мен Алматы қаласы Алатау ауданының прокуратурасына келіп отырмын. Бұған келудің себебі Алатау ауданының полиция басқармасында, сол полиция басқармасының жанындағы бөлімшелерінде бірнеше істерім бар қаралып жатқан. Бірақ менің істерім бұрмалауға салынып, қайта-қайта ісім қысқартылып, тергеу амалдарында барлығы жауабы алынып, жәбірленушінің жаңағы алданғандығы туралы барлық ақпараттар алынып жатса да, тергеу органдары істі қысқартып жатыр қайта-қайта. Осы бойынша мен бірнеше рет прокуратураға, тергеу сотына шағымданғанда, тергеу соты мен прокуратурамен ол тергеушінің әрекетсіз заңсыз деп танылып, қайта тергеу амалдарын жүргізу туралы нұсқаулар берілген, бірақ қайта-қайта тергеуші бұл істі бұрмалап тоқтатпай жатыр. Сол үшін мен ауданның прокурорына кіріп, осы мәселені прокурордың алдына қойғым келіп отыр. Енді прокурор қазіргі уақытта мені қабылдай ма, қабылдамай ма, одан кейін менің қойған мәселемді прокурор қарастыра ма, әлде сол баяғы жартас болып қала ма, оның барлығын енді уақыт көрсетеді. Неге десеңіз, мен ауданның прокурорының көмекшілері осы істі қараған кезде тергеушінің әрекетсіздігі заңсыз деп танылып, бірақ өздерінің қадағалауына алмайды. Сондықтан мен прокурордың өзіне кіріп, өзінің көмекшілерінің ешқандай жұмыс жасамай отқанын, және де тергеу органдарының жұмыс жасамай отқанын мен сол прокурордың өзінің қабылдауында айтқым келіп отыр. Сол үшін қазір мен Алатаудан прокуратурасы келіп отырмын. Алдағы уақытта кездесуден кейін қандай шаралар қабылданғанын барлығын сіздермен бөлісетін боламын, және осы әлеуметтік желіге жариялайтын боламын. Енді мына аудан прокуроры Масақбаев Ізбасарға қазір келіп отырмыз. Біз хабарласқан кезде келе беріңіз деген. Енді қазір өзіміздің мәселеміздің бәрін прокурордың алдына қоямыз. Енді қандай шешім қабылдайды, уақытында көретін боласыздар. Мама, я деген бәрі жүрейін. Прокурор тәртіп қозғайды, наказание жасайды, қайттан қысқартты, қайттан атымен жасайды, тергеу сотының учаскесіне шығарады, қайттан жолықтайды. Не қылған тергеуші екен? Онда Алатаудың прокуроры біле ме оны, білмей ме, сонымен көресің, қалмауға төлесейік кереміз. Өйткені помощниктер осыны атымен жасайды, тәртіп қозғадық деп бізге тергеу сотының кезінде қаулылар ұсынып. Ержан, қайдасың сен? Тут по УП приедете сюда к нам, в сферу. Люди пришли. Начальник органы шақырайық, сөйлесейік мәселе. Білер ме ол кісілер, білмей ме? Дозаның алдында да бұл мәселе көтерілді. Прокуратура кірген кезде бізге осы бейнетаспаға түсіруге ішіндегі көмекшілері кедергі келтіріп әлек болды, бірақ біз оның әлегіне қараған жоқпыз. Өзінің түсірілімімізді жалғастырып, барлық ақпараттарды алуға, түсірілім жасауға әрекеттеріміз жасадық. Оның кім екенін алдағы уақытта осы бейнетаспаны жариялаймыз, сол жерден көретін боласыз. Бізге кедергі келтірілген. Яғни мен операторыма кедергі келтірді, түсірілім жасауға өзімізге де кедергі келтірді. Оның бәрін қазір салатын боламыз. Өздерінің жұмыстарын Мен сізге түсіндіріп тұрмын. Сіз әртүріңіз, менен әртүріңіз. Кімсіз сіз осы? Мен сізге түсіндіріп танымаймын сізді. Әртүріңіз. Не үшін соттысын тартып алдым мен көмекшілерін? Мен сізге түсіндіріп объектіге соткамен кіріп. Жоқ, кімсіз? Атын айтшы, мен сізді танымаймын ғой. Бандитсың мен үш едім? Айтшы кім екенімді? Алатау ауданның отделдің бастығы. Отдел бастығы болсаң, орныңды біл. Мына жерде біреуді соттысын жағаласып, тартып аласың онда. Объектіге соткамен кіруге болмайды деп мен сізге тағы айтамын, менің неге көмекшімнің түсіріп жатқан неге телефон тартып аласың маған айт. Не үшін келе Мінекей көрдіңіздер, құрметті көрермендер. Менің әртүріңіз. Алатау ауданының прокуратурасы. Мен маған шабуыл жасап жатыр, телефон шнурларын жұлқып.
жүріңіз Вот міне жылтырап Қазір осыны гүрір демде жатыр мінекей. Жылтып түріне барсаң ұратып тұрып алады. бас прокурордан осыны жібереді. өшірмейді. Өшірмейді. басымдық аласыз, сіз кабинетке кіріп. Алатаудан прокуратурасына біз шықтық, бірақ қазіргі уақытта прокурордың ауысып жатыр екен. Бұрынғы прокурордың өзінің қызмет бабын басқа облыс ауданға ауысуына байланысты өзінің қызмет орнынан таппадық. Бірақ прокурордың міндетін атқарушы Қуандық Досов деген прокурор өзінің қабылдауына қабылдады. Біз өзіміздің бірнеше істеріміздің шешілмей жатқан, созбалаңға салынып жатқан бәрін хабарлап айттық. Әрі қарай өзінің қадағалауына алатынын және де жаңағы полиция басқармаларына тапсырмалар берілді.